парасат жолы жаңа жобасы парасаттылыққа шақырады. Биыл Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен парасат жолы жобасы таныстырылды. Айта кетерлігі, парасат жолы адалдық, парасаттылық, ізгілік, даналық, әділдік, қамқорлық, қайырымдылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сондай-ақ мәдениет, әдебиет және руханиятты негізге ала отырып, келелі әңгімелер арқылы қоғамда парасаттылық идеологиясын қалыптастыруға бағытталған жоба. Тараптар азаматтық қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, ел азаматтары арасында парасаттылық пен адалдық қағидаттарын нығайту бойынша жедел өзара іс-қимыл жасау үшін өз әлеуетін біріктіруге ниетті. Парасат жолы жобасы бастау алғандығы жоба аясында адалдық, әділдік, парасаттылық қағидаттарын кеңінен насихаттау керектігін және жобаның алдағы уақытта тұрақты түрде өтіп тұратынын жеткізді. Қарғалы аудандық балалар кітапханасына парасат жолы жемқорлыққа жол жоқ информ дайджест кітап көрмесі сіздердің назарларыңызға ұсынады. Конституция Қазақстан Республикасының негізгі заңы. Кез келген елдің конституциясы бір күнде пайда болмайды. Қазіргі ата заңымыздың түп қайнары әз тәукенің жеті жарғысы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолының лайықты жалғасы. Кітап, альбом тамаша суреттермен безендіріліп, өзгерістермен толықтырулар енгізілген барлық бап кірді. Жыр арқауы ата заң. Конституцияны арқат тұтып, оған жыр арнаған ақындардың көш басында ұлы ақын Жамбыл Жабаев тұрса, соңында Ораз ақын Асқар, Серік Ақсұңқарұлы, Қасымхан Бекманов, Нұрлан Мәкенұлы, Қадырбек Құныпиялы, Әлия Дәулетбаева сынды айтулы жыр шеберлер тұр. Кітаптағы көркем туындылар қазақстандықтарды береке-бірлікке, ырыс-ынтымаққа, ел болып үйсіп, жұрт болып жұмылуға шақырады. Сондай-ақ тілі жатық, образға бай, поэзиялық шығармалар жас ұрпақты отаншылдық, елжандылық, патриоттыққа баулуды көздейді. Оларды қасиетті елімізді, ұланғайыр жерімізді қадірлеуге, тәуелсіздігімізді қорғауға үндейді. Қопабаев Өмірәлі, ата заң мемлекет дамуының іргетасы. Бұл кітапқа заң ғылымдарының докторы профессор Өмірәлі Қопабаевтың заң және құқықтану саласындағы көп жылдық жемісті ғылыми еңбектері еніп отыр. Ол Қазақстанда және шетелдерде қазақ және орыс тілдеріне жазылған ондаған ғылыми еңбектер мен мақалалардың авторы. Қазақтың ата заңдары. Бұл томда белгілі ғұлама ғалымдардың, зерттеушілердің, жазушылардың қазақ әдет-ғұрып құқығы, оның бастаулары мен еркіндік идеяларына негізделген қағидалары, атақты жеті жарғы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы заңдары туралы, ұлы дала демократиясы туралы ой-пікірлері мен тұжырымдары жайлы сөз болады. Бұл еңбек көшпелі қазақ қоғам тарихын, бітім болмысы мен құқығын, шешендік билік дәстүрлері мен рухани мұраларын зерттеуші ғалымдарға, мұғалімдерге, жоғары және орта оқу орындарының студенттеріне және қазақ тарихын сүйіп оқитын көпшілікке арналған.